Сәлем, сені өзімнің каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Менің есімім Малима Дулатқызы, мен YouTube және Insta блогерім, сонымен қатар TikTok түсіремін. Менің Insta парақша Малима Дулатқызы, ол жерде сен көптеген фотосессияға идеялар, тағы да басқа пайдалы қызықты видеолар таба аласың, сондықтан ол жерде күтем, тіркеліп қой. Ал мен TikTok түсіргендіктен осы YouTube каналымда сіздермен бірге 2020 жылы қалай TikTokта подписчик жинауға болады, қалай лайк жинауға болады, қалай рекомендацияға шығуға болады, осының барлығын өзімнің YouTube каналымда айтамын. Сондықтан да YouTube каналыма кіріп көптеген TikTok жайлы видеоларды таба аласың. Ал жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға подписка жасап, колокольчикті басып қой, ал жаңа видеолар почти күн сайын, яғни күн ара шығып отырады. Ал біз бастаймыз. Видеоларыңыз рекомендацияға шығып, көп комментарий, көп лайк жинағаны қаласаңыз, бірінші фишканы тыңдаңыз. Бұл фишканы көп адамдар біле береді, бірақ қолданбайды, және де рабочий екенін біле бермейді көбісі. Сондықтан да бұл фишка видеоның ең қызықты жеріне келгенде үзіліп қалуы. Яғни мысалы сіз челка қырқып жатырсыз, немесе яркий светке шашыңызды бояп жатырсыз. Ал содан кейін сіз результатын не болғып шыққанын көрсетпей қоясыз. Яғни бұл адамдардың бойында бір қызығушылықты оятады, және де ол адам не болды екен ары қарай деп сіздің аккаунтыңызға кіреді. Яғни ол сіз кірген кезде ранжировый лентаға өте қатты көмектеседі. Яғни ол кірсе, сіздің статистикаңыз көтеріледі. Яғни сіз ол кіріп қана қоймай, сіздің парақшаңызға сіздің видеоларыңызды қарап ахватын өсіруі де мүмкін. Және де подписка жасауы да мүмкін. Сондықтан да бұл өте қатты қызықты, өтімді контент. На заметку алсаңыздар болады. Рекомендациядан шығу үшін екінші фишканы таңдаңыздар. Бұл уәде беру видеосы деп аталады. Яғни сіз мысалы 200 лайк жиналса, немесе 200 мың лайк жиналса, миллион просмотр жиналса, 100 мың комментарий жиналса деп өзіңіздің шартыңызды айтасыз. Ал сіздің шартыңыз орындалса, сіз шашыңызды қырып тастауыңыз мүмкін. Немесе шашымды яркий көкке бояйым, осыншама коммент жиналса, мен шашымды көкке бояйым деген сияқты өзіңіздің ұсынысыңызды айтасыз. Яғни сол кезде адамдардың бойында азарт пайда болады. Яғни ол бір нәрсеге болса да влиять ете алады. Лайк басу арқылы, коммент жазу арқылы, сондықтан бұл өте өтімді. Сіздің комменттеріңіз көбейеді, лайктарыңыз көбейеді, подписчиктеріңіз де көбейеді. Өйткені ол результатты көру үшін сізге подписка жасайды. Ал уәдеңізді орындайсыз ба, орындамайсыз ба, ары қарай ол өзіңіздің еркіңізде. Үшінші лайфхак, яғни үшінші фишка. Бұл адамдардың TikTokта жақында ғана бір тренд болған. TikTokерлер, яғни барлық адамдар өзінің слифтерін көрсеткен. Яғни бұл адамның жаман киінгендегі түрі, немесе шашын яркий түске бояған кезі, немесе кішкентай кезден прям 0,02 секундқа ма кішкентай қылып адамдар көріп үлгермейтіндей уақытқа қояды. Және де адамдарға бұндай контент өте қызық. Не слифін көрсетіп жатыр екен деген сияқты қызығушылық артады. Және де адамдар миллион рет ол TikTokты қарап стопты басып үлгеріп қалу керек. Немесе өзіне скачать етіп, яғни телефонына галереясына скачать етіп, сол жерден көру керек. Яғни бұл өте прям ахватты күшті өсіреді. Яғни адамдар миллион рет қарасам, сіздің TikTokыңызды немесе скачать етіп алса, бұл TikTok ақылды лента ғой, сондықтан бұның барлығын TikTok ескереді. Ал бірақ та аудиторияңызды бұның барлығын каждый день жасап шаршатып алмаңыз. Өйткені бір-екі рет жасасаңыз, ақватыңызды өсіріп алуыңыз мүмкін. Өсіріп аласыз, ал каждый день жасай берсеңіз, аудиторияңыздың іші пысып кетеді. Бүгінгі айтылып жатқан лайфхактар, фишкалардың барлығын мен өзім қолданғам, және де әлі күнге дейін қолданып келем. Сондықтан да қорықпай өздеріңіздің аккаунттарыңызды қолданып, рекомендацияға шығып, 2020 жылы көп подписчик жинауларыңызға тілектеспін. Ал бүгіндікке соңғы бірақ нереально работать еткен күшті, прям менің парақшама күшті ахват алып келген фишкалардың бірі. Ол подпистерде, яғни TikTokта жазуға болады ғой, сол жерде әдейі қазір жіберу. Яғни ол сіздің просмотрларыңызды арттырады. Яғни әр көрген адам аудиторияңызды өзін бір шама сізден де ақылдырақ есептеп қалады. Мысалы, мягкий знакты ұмытып, әдейі ұмытып кетіп жазсаңыз, аудиторияңыз осы жерде мягкий знакты ұмытып кетіпсің деп жазады, көп комментарий. Бірақ сіз хейтерлерге мән бермейтін сондай жан болсаңыз, сонда міндетті түрде қолданып көру
көруге кеңес берем. Яғни хейтерлер дегенде ты чё не жаза алмайсың ба деген сияқты жазуы мүмкін, соған мән бермей, бірақ ахватыңызды біршама өсіріп алуыңыз мүмкін. Сондықтан да бүгінгі лайфхактарды міндетті түрде қолданып көріңіздер. Және де менің парақшамда көптеген осындай TikTok жайлы қалай рекомендацияға шығуға болады деген видеолар таба аласыздар. Сондықтан подписка жасап қойыңыздар. Мен сіздер үшін барынша тырыстым. Ал келесі видео қандай болған қалайсыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Лайк басуды да ұмытпаймыз. Келесі кездескенше біз жақын арада ғана ертең қауышамыз. Сау болыңыздар.